Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен ұн қосылмайтын күріштің жармасынан пісірілетін печеньенің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Күріш жармасы, яғни манная крупа, өте дәмді болып шығады, және ең бастысы тез дайын болады. Менімен бірге осылай жасап көрсеңіз болады. Ол үшін мен 2 жұмыртқаға 100 грамм қант қостым. Егер де сіз печеньені тәтті болғанын қаласаңыз, қантты сәл көбірек қоссаңыз болады. 150 грамм, 200 граммдай қосуға болады. Оның үстіне 150 грамм сүт, 50 грамм сұйық май кішкене қосып жіберемін. Араластырамын. Достар, менің болашақта шығатын тағы да жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Енді 300 грамм манка қосамын мен бұл жерге. 10 грамм қант қосқышын және жарты шай қасық тұз қосып жіберемін. Сосын жақсылап араластырып аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Сіздің ойыңыз, пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Осылай жақсылап араластырып аламын да, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоям. Қамыр қопсып, өз әдем болып көтеріліп әдем болады. Сол кезде алып, қолымды кішкене сулап жіберемін. Қамыр қолыма жабыспас үшін сулап жіберіп, осылай домалақ етіп, противеньге пергамент қағазын төсеп, бәрін противеньге салып алатын боламын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мінекей осылай бәрін дайындап алып, духовкада 180 градуста піседі бұл печенье. 180 градуста бір жарты сағат, 30 минут, 40 минуттай пісіріп аламын. Мінекей мен печеньем пісіп дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіз. Таңертеңгі шайға жылдамдатып дайындап жіберсеңіздер болады. Осы печенье өте жұмсақ болып пісіп шығады. Мінекей қараңыздар, әлі ыстық, буы шығып тұр. Жұмсақ, әдемі печенье болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің арнамнан алыстамаңыз. Арнамда келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.